Осыдан бір жыл бұрын отандық продюсерлер бірінен бір асып жаңа топтарды шығара бастады. Солардың бірі Алау тобы. Күні кеше, яғни 1 желтоқсанда тыңдармандарымен қауышты. Онда олар өздерінің әндерін орындады. Бұл жерде барлық 4 әніміз орындалады. Тек біз шығар осындай кеш ұйымдастырып отқан, тек 4 әнімен осындай үлкен кеш 20 минуттай болады. Бұл әрине әзіл. Кеш 2 сағатқа созылды. Онда олар жеке әндерін де жырғады, дуэт болыпты, ән салды. Тіпті тыңдармандармен ойында өткізді. Дегенмен бастапқы мақсат әндерінің жүректерден орын алуы еді. Ержанның бір өзі ұстайды бәрін. Рахмет. Жоқ, негізі ондай мақсат жоқ бізде. Бірдемемен ұстау керек те. Біздің әніміз жүректен өтсін деген бір ғана мақсат бар. Әдетте әншілер шығармашылық кештерін бірнеше жылдан кейін беріп жатады. Сондықтан да жігіттер бастапқыда мұндай шара өткізуді ойламапты да. Шыны керек, басында біз негізі ойда да болған жоқ. Бірақ тыңдармандар Instagram жүйесінде, яғни әлеуметтік жүйелерде көбінесе жазды. Қашан сіздер бір жылдықтарыңызды жасаңыздар деген соң, сондай хаттарды күніге оқыған соң, амал жоқ. Осындай кештен шабыт алған жігіттер алдағы уақытта тыңдармандарына тосын сый дайындап жатыр екен. Жаңа жылға дейін бізде бір әнімізді күтіңіздер, жаңа. Тек ән ғана емес, сонымен қатар оған түсірілген бейнебаянды да күтіңіздер. Өйткені ол қызықты болады.